Динара Құдағай рекламаны өлтіріп жасайды екенсіз. Ал міне, алдарыңызда біздің құдаларымыз, бізде қаламыз ба деп жатыр екі құдағай. Ал қошеметтеп құрметтеп қойыңыздар. Кенже құда мына сары кроссовкамен вообще өлтірмін сізге. Самый гламурный мен. Құдағай жасап, біреуге тамақ жегізбейді ағайны. Бізге құдағай қоймайды. Музыкаға да Динарадан басқаға музыка қоймайды екен. Ал тамаша, мінекей екі жастың мұсылманша некелері қиылды. Ағдай Алланың құдіретіне таңғалмасқа шара жоқ. Сол кезде Орекеңнің үйінде отырған кезде бұл кісіге айтқан болатын, мен актерлық шеберлігіңіз керемет екен деп ше, мен сізді Алматыға алып кетейінші деп, алдыңдағы бір-екі киноға түссеңіз деп, сосын құдағи, үлкен құдағи күлді, алсаңыз алып кете бердіңіз деп ше. Сөйтіп арасында сәл қызғанды бірақ жазған. Сөйтіп бағана кіріп жатқанда айтып жатыр ғой, үлкен құдаңызды алып кетемін деп жүріп, қызыңызды алып кеттіңіз ғой. Алла тағала сол ауызға салған екен, иә. Аллаға шүкір. Шында нағашы ата әжелерінде көріп, анасын, әжесін көріп сөйлегеніне көріп, риза болып қатты қуанып отырмыз. Енді Асекеңмен де таныстық өткенде. Енді тағы да жаңа Мейрамбек айтып жатыр ғой, бәріңізді үлкен тойда көргіміз келеді деп. Иә, әр елдің салты басқа, иті қара қасқа дейді. Бұл жақтың ұстанымын да біз жақсы білеміз, бірақ десек те, бұл енді Түркістанның да, Маңғыстаудың да, немесе Созақ пен Ақтаудың, Жаңаөзеннің емес, оңтүстік пен батыстың емес, Кенжебек айтпақшы. Бұл бір Алматының, күллі қазақтың бір қуанышы деп білеміз. Күллі қазақ атсалысқысы кеп жүгіріп, жарғақ құлақтары жастыққа тимей, тілеуқор болып жазып жатқандар өте көп. Сол орайда енді әсіресе Әдия келіміздің төрт құбылас түгел болсын, құдалармен төс түйістіріп, бет сүйістірген кезде төртеуміз түгел тұрайық деген ниетпен көке сіздің алдыңыздан өтіп, құдаларды да тойға шақырып жатырмыз. Беташар үйде өтіп кетеді оған дейін. Жаңа енді ұстанымдар бар ғой, салты бар, дәстүрі бар. Бет ашып жатқан кезде, келін сәлем салып жатқан кезде өзінің төркіндер болмайды деген әңгіме бар бұл жақта. Ұстанымдарыңызды білеміз, салт бар, дәстүр бар. Бірақ сөге жамандамаңыздар. Біз алдарыңыздан өтейік, рұқсат сұрайық деп жатырмыз. Өйткені жаңа Мейрамбек айтпақшы, қазақтың бағына туған қаншама асыл тұлғалар бар, дос-жарандар бар. Төрткүл дүниеден келіп жатқан достарымыз бар. Бұқарадан билікке дейінгі Қазақстанның түкпір-түкпірінде араласатын достарымыз бар. Қаршыға кетпақшы. Құдайға шүкір, жүрегіміз барлығына кең, ашық. Сол орайда сол кісілердің бәрі Әдия да өзін толық бақыт сезіну үшін ата-анасының да болғанын, өздеріңіздің болғаныңызды қалаймыз. Тойға арнайы шақыра келдік деп қабыл алыңыздар. Сырға салуға да, құдалыққа да, тойға да, қыз ұзатуға да бір сөзім айтқанда үш қоянды бір оқпен атуға келіп тұрмыз, дұрыс қабылдаңыздар. Енді екі жас үшін өте қуаныштымын. Жалпы Әділеттің де, Қазбектің де, Азаматтың да, мына Ерекеңнің ұлы, Жанболаттың ұлы бәрі дос болғандықтан өте достыққа берік, адал. Және бір сөзбен айтқанда талғамдар өте биік, талаптары да күшті. Мен байқаймын ғой, үшеуімен де сырласам, әңгімелесем. Сол кезде енді Әділетке осындай бір аяулы қыздың ұнап, жүрегі елжіреп, махаббат сезімі оянғанына мен қатты қуаныштымын. Әйтпесе енді барған жерімде жаңағы тақиялы періште ұқсап, Әмин анамыз ұқсап барған жерде сурет әкеп жүремін, мен жасыратын жоқ. Ана үйдің шешесі жақсы екен. Анау айтады ғой, әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер деп. Шешесін көріп, қызын ал, аяғын көріп, басын іштеп жатады. Ол кезде барған жерімізде ана сұнақ қап жатса, сол әулеттің түтін түзу шығып атса, келіндері иіліп тұрса, былайша айтқанда жаңа Ерекең айтпақшы, еріне мойынсынып тұрса, сол әулетпен бір құда болғым келеді ғой, жасыратын жоқ. Кез келген адам соны қалайды. Сөйтіп барған жерімізде сурет жинап жүретін едік, бірақ әйтеуір Әділет ешкімге қарамай, ешкімге мойын бұрмай, Әдияға тоқталғанына бізде қуаныштымыз. Бүкіл ауылдың ағайын туысқандарының ыстық сәлемін қабыл алыңыздар. Тек жақсы күндерде, тойларда ғана Алла тағала қауышуды нәсіп етсін деп тілеймін сіздерге. Алла жар болсын. Менде Орынбасар мырза бар, Орынбай мырза бар. Алла разы болсын әулеттеріңізге. Мына Берекеттің, Әділеттің достығының арқасында бір әулет болып кеттік деп айтсақ болады. Біз Ақтауға келсек міндетті түрде Орекеңнің үйіне аттың басын бұрамыз. Алматыға келсе ол кісілер біздің үйден дәм татпай кетпейді. Сол Берекет кафені ашқан кезде балам жайлап айтты, әке жайлап қарайсыз ғой, рискі қарап қоймаңыз деп қояды, маған ақ айтып қойыңыз.
ана тұрған қызға менің ойым кетіп жүрді. Екеуің мәңгі қысып үйсіңдер 2 жас бақытты болады деген екен ағайын, құдағай қасаттап, біреудің әйелі біреуге тамақ жегізбейді ағайын. Ал енді құдалар төс қағыстырып бір құшақтасып қой, тек сүйіседі. Неше ұрпақ болған қалайсыз? Бала келдіңіз. Бас құда, сәкен құда менен құдағай Динараның сыйлығын табыстауға отырға десеңіз. Шағалы картосы, қалағымыз өте керемет, әдем жаңасы бақты. Динара құдағай рекламаны өлтіріп жасайды екенсіз. Енді осыдан кейін продажа вообще кететін шығар енді потом. Әділеттің кімдік мамасы, бапасы деп, Жазира мен Жанболат құдағын да ортаға шақырғым келеді. Ал міне, алдарыңызда біздің құдаларымыз. Біз де қаламыз ба деп жатыр екі құдағай. Ал қошеметтеп құрметтеп қойыңыздар. Осы біздің сәкен құданың үнемі қасынан көреміз, телеарнаның арқамен көреміз, бүгін бер жағынан көріп тұрмыз Мейрамбек құдаға. Және Кенжебек құдаға. Кенжебек құда. Кенжебек құдамыз қайда? Мейрамбекға показда былай. Контент болсын, контент. Кенжебек құда ортаға келіңізші. Кенжебек құда мына сары кроссовкамен вообще өлді мынау сізге. Самый гламурный міне. Есте қаласыз сіз. Құдағиге батыр десін. Статусымыз өзгеріп жатыр. Жүріңіздер. Ал төрлетіңіздер. Айған жеше бұлар Динараның ғана музыкамен күтуде. Мен бағаны байқап қалдым. Соны айтамын. Бізге құдағи ғой әнәке. Құдағи ғой. Музыка қайда? Динарадан басқаға музыка қоймайды екен. Статусы бөлек. Бақытыңызға көп жасыңдар. Ал бойдақтарға жоқшты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла қолдасын. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Рахмет, аман болсын. Ал тамаша, мінекей 2 жастың мұсылманша некелері қиылды, куәліктері берілді. Енді 2 жасы келі баршаңыз құттықтасаңыздар болады ардақты ағайын. Бойдақтарға жұғысты болсын. Енді әділетімізді толық құттықтасаңыздар болады. Қызды ұзатып алып келдік.